Сәлем достар, сіздермен Айзада. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етсіз котлет жасайтын боламыз. Ең бірінші гречкамыз бен картошкамызды бұқтырып аламыз. Бұқтырып алғаннан кейін мен сразу пісіріп алдым. Картошкаңызды бөлек ыдыста езіп алсаңыздар да болады, немесе өстіп екеуін біріктірсеңіздер де болады. Одан кейін тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды саламыз. Егер де үйлеріңізде басқа да приправалар болса, қалауларыңызша салсаңыздар болады. Одан кейін бір жұмыртқамызды жарып, барлығын жақсылап біркелкі қылып еземіз. Егер де үйлеріңізде блендер болатын болса, блендердің көмегімен де жақсылап езіп алсаңыздар болады. Бәрін езіп болғаннан кейін ұнымызға панировочный сухаригімізді салып, қасығымызбен араластырып аламыз. Содан кейін котлетімізді алып, форма жасайтын боламыз. Котлетімізді жасаған кезде каждый раз қолдарыңызды суға салып отырсаңыздар, котлеттеріңіз қолдарыңызға жабыспайды. Одан кейін қызып тұрған майда котлеттерімізді салып, 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің етсіз котлеттеріміз дайын болды. Үйлеріңізде қайталап көрсеңіздер болады. Бұл бір жасағаннан-ақ өте дәмді болып шығатын котлеттер. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.